ЖМС атындағы Ақсу жоғары көпсалалы колледжі мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Керейбаева Айжан Сабыржанова. Пән бейнелеу өнері негіздерін оқыту әдістемесі. Тақырып балалардың жасын, білімін, тәжірибесін ескере отырып, әдістер мен тәсілдерді деңгейлеп таңдау. Сабақты мақсаты студенттерге бейнелеу өнері іс-әрекетінде балалардың жасын, тәжірибесін, білімін ескере отырып, оларға сурет салудың әдістерін үйрету жолдарын түсіндіру. 1 жастан 2 жасқа дейінгі балаларда сурет салу. Бала 1 жаста, ал кейде біраз кешірек қолынан қарындаш алып, қағаз бетін шимайлай бастайды. Осы кезде тамақ ішерде қасықты, ойыншықты алу үшін таяқ тәрізді заттармен әрекет ете бастайды. Қарындашпен қылқаламды басқа құралдар сияқты бірден меңгеріп кете алмайды. 1 жастан 2 жасқа дейінгі балаларда сурет салудың пайда болуы мен дамуы мектепке дейінгі мекемелерде сурет салудың үйретуі 2 жастан басталады. Педагог балалардың бұл іс-әрекетіне басшылық іске асыру үшін оған баланың сурет салу бастауын, оны меңгеруге қандай кезеңдерден өту керек екендігін білуі керек. Бірте-бірте қол қимылын қарындашпен үйрету табысты болады. Баланың көзбен бақылауды әлі шамалы болса да, біркелкі қимылдарды қайталай беруге ыңғайлы келеді. Көбіне қимылды іс-әрекетседі. Бала қол серпілісін дұрыс реттей алмағандықтан сызықтар қағаздың көлемінен асып кетіп отырады. Алдағы уақытта қозғалыстар күрделене түседі де олардың бағыты өзгереді. Доға сияқты қозғалыстар айналмалы қозғалысқа айналады. Баланың 2 жасында қағазға түскен сызықтарға қызығушылығы пайда болуының нәтижесінде бірнеше пара қағазды қозғалмай отырып сызуы мүмкін. Сурет салудың осы кезеңі әдетте шимай жазу деп аталады. Бейнелеу іс-әрекетінде осы сияқты сурет салу болып, ол қарындашпен қолдың үйлесімі, ырғақты қимылдардың дамуы мен қимылдардың көзбен бақылауы саналады. Түрлі түсті қарындашпен сурет салу баланың зейінін ашық түске тартады. Бояу баланы қуантады және ол қарындашты қаттырақ басып, сызықтарын жиілетіп, түсін қоюлатып салуды тырысады. Бұл жаста әдейілеп бейнелеу әлі жоқ. Бала бір нәрсені толық етіп бейнелеп сала алмайды. Бірақ осы кезде бала материалдардың қасиеттерін тани бастайды. Қағаздарды, қарындаштарды, олардың түсін, өзінің қолындағы қарындаштың қимылынан қағазға түскен іздерді таниды да оларға қызыға қарай бастайды. Осы кезең қол қимылы мен көрудің дамуына әсерін тигізеді. Бала өзі үшін құралдармен танысады. Бірінші кішкентайлар тобында сурет салу. Бірінші кішкентайлар тобында тәрбиеші балаларды бейнелеуге, суреттің бейнелеу сипатын түсінуге бейімдейді. 3 жасқа қараған балалар бір затты нақты пішін бере алмайды. Сондықтан тәрбиеші оларды кескіні айқын емес формаларды бейнелеуге үйретеді. Сурет сабағында ол балаларға дайын бейненің кейбір жетіспейтін әсерлерін толықтыра түсуді ұсынады. Тәрбиеші балаларға қағаз бетіне бояуды жағуды ұсына отырып, бір қалыпты бірнеше рет қайталауға, бағдарлауға үйретеді. Бағдарлама ою салудың үйретудің міндет етіп қоймайды. Дегенмен жағылған бояудың әшекейлі, қарапайым бір композицияда болуы балалардың өзінің ырғағымен және бояуының ашықтығымен қуантады. Сурет сабақтарында балаларды түстерді айыра білуге оқытады. Оларды сурет салу кезінде қалай пайдалануды арнайы үйретеді. Тәрбиеші балалардың зейінін әртүрлі түстердің дақтарына, сызықтар сипатына аударады. Айналадағы болмыстан ол мынадай құбылыстардың, сызықтардың ырғағын, шимайларды, қарама-қарсы түстерді балалар айта алатындай етіп тыңдап алады. Мектепке дейінгі кішкентайлардың суреттерінде әрекет пен байланыс мазмұнына ұмтылушылық байқалады. Сюжетті сурет салу процесі өзгереді. Бала бір нәрсені бейнелейді, көбіне сөзбен немесе қимылмен жеткізеді. Ол суретті сол жағдайдың ішінде жүргендей етіп салады. Образ жасау үшін әртүрлі сезімге байланысты құрылады. Сондықтан балаларын тәрбиелеу үшін салынатын бейне мен көрініске деген сезім қатынасын арттыру түсу қажет. Екінші кішкентайлар тобында бұл кезеңде балаларға тән нәрсе бейнелеп іс-әрекетін ойынға ұласып кетуі себебі баланың ширақтығына байланысты болады. Баланың ойынға деген ұмтылысын, оның сурет салуға ынтасын арттыру мақсатында пайдалану керек. Баланың толқынды шимайларын тәрбиеші кілемшелеріне біріктіруіне болады. Кейбір балалар тәрбиешімен бірге олармен қуыршақтар тұратын мүйісті безендіреді. Бірте-бірте дұрыс сипат қалыптаса бастайды. Сурет сабағында ырғақ, форма, түрлі түстерді бірте-бірте сезіне бастайды. Өйткені заттарды бақылау, оларды қабылдау, талдау, одан кейін бейнелеу процесінде тәрбиеші балалардың назарын осы эстетикалық сапаларға аударады. Бала сурет салғанда, мүсін жасағанда белгілі бір заттарды, құбылыстарды суретпен салу, қол қимылын дамытуды, олардың үйлесімін қадағалауды үйретеді.
Заттарды бейнелеу егер кішкентай тобының мақсаты балаларды сурет салғанда белгілі бір нәрсені бейнелеуді түсінуге жетелі болса, ал екінші кішкентайлар тобында затты бейнелеудегі тәсілдерді үйретуден бастайды. Балалар заттардың формасын, бояуы, көлемі әртүрлі екендігін туралы мағлұмат алады. Балаларға әртүрлі формадағы заттарды дөңгелек, тікбұрыш, үшбұрыш, сол сияқты тік сызықтармен және олардың қиылысуын бейнелеуді үйретеді. Балалар бір бөліктен заттардың көлемі мен формасы жағынан бірнеше бөлімдерден құрылған заттарды бейнелеуді меңгереді. Заттардың формасын беру үшін балалар міндетті түрде форма тудыратын қолдың қозғалысын жасауды үйрету керек. Тәрбиеші ортаңғы топта барлық балаларын жақсы әдемі істеу түсінігін қалыптастыруға тырысуы керек, сондықтан оларды дағды мен шеберлік процесіне меңгеруге ынталандыру өте маңызды. Балалардың бұрыннан алған тәжірибелерін тәрбиеші неғұрлым күрделі дағдыларды игеру қажеттілігіне қарай қол қозғалысын дамытуға әрекет ететіндей етіп пайдалануы керек. Мысалы, суреттің бөлшектерін ретімен бояу үшін бала нұсқаның төңірегінде қол қимылын жүргізе алатын болу керек. Егер ол бояумен өрнек салатын болса, онда жағындар мен штрихтарды дәл жүргізе алатын болу керек. Бұл шеберлікті меңгеру баладан қол мен көздің үйлескен әрекетіне көңіл бөлуі талап етеді. Тәрбиеші балалар түсінігінің одан әрі дамуына қамқорлық жасап, заттарды бейнелеуде аса жоғары талап қою қажет. Сондай-ақ олардың шамасы мен орналасуына қарай ара қатынасын белгілеу, бөлшектер мен әр бөліктерді мүшелеп саны айтуды ұсынады. Балалардың көңіл күйін заттардың эстетикалық сапасына, олардың түсі, құрылысы мен формасының әсемдігіне аудару қажет. Тәрбиеші балалармен жұмыс жасау барысында эстетикалық сезімдерін дамытуы тиіс. Бұған сондай-ақ сыйлық үшін әдемі өрнек жасау, жолақтар мен шаршылардың сәндеу міндеті қойылғаны декорациялық суретте енгізу жәрдемдеседі. Тәрбиеші балалардың заттардың құрылысының, формасы мен көлеміне қатысты негізгі бөлшектердің орналасуын беру іскерлігін ұштайды. Мысалы, балалар машинаның кабинасы шанақтан биік екенін, балапанның басы денесінен кіші болатынын біледі. Балалар кейбір заттардың белгілі бір түстерінен шөп, жапырақ, жетек және тағы басқалардың болатыны туралы біртіндеп мағлұмат алады. Тұрақты түстері болмайтын заттарды кез келген түспен бейнелеуге болатынын біледі. Тәрбиеші балалардың 6 түсті қызыл, сары, жасыл, алқызыл, көк, күлгін және 3 түрлі бейтарап қара, сұр, ақ түстерді ажыратып тануға айтуға үйретеді. Ол олардың өз беттерінше сурет салу үшін және затқа тән бояулардың кез келген ала алмай, таңдап алуға негіздейді. Ересек топтағы балалармен сурет салу кезінде педагог бағалаудың деңгейін көтере отырып, суреттердің сапасының одан әрі жоғары дәрежесіне жетуге қызығушылық, іскерлікті игеруге қажеттілік туғызады. Балалар қиындықты жеңуде жіберген қателерін байқауға және түзетуге қабілеті бола бастайды. Сурет салу процесінде өзін-өзі бақылау арта түседі. Тәрбиеші сабақ уақытындағы тапсырма балалардың күші мен мүмкіндігіне сай бүкіл бөлінген уақытта олардың қолынан бос болмауын қамтамасыз етуі керектігін есте сақтауы керек. Кейбір балаларда басқаларды үйрету, оны да жақсы дұрыс жасай алатын ету ниеті пайда болады. Балалар бұл жаста заттардың формалары әртүрлі болатындығын міндетті түрде біледі және оларды бір-бірінен ажырата алады. Ересектер тобында тәрбиеші балалардың заттың өзіне тән формасын анықтай білуге, ал егер зат бірнеше бөліктен тұратын болса, оның үлкен құрамдас бөліктерін белгілі геометриялық фигуралармен салыстыру жолымен және олардың арасындағы ұқсастық айырмашылығын табу арқылы үйретуі керек. Педагог балаларға зат бөліктерінің орналасуы, құстың, жануарлардың кеудесі қозғалыс кезінде өзгертілетіндігін түсіндіреді. Ол олардың қозғалыстың кейбір қарапайым формаларын суретте бере білуі керек. Мысалы, бала құстың басынан үйілуін, аюдың кеудесінің бұрылуын және тағы басқа сурет. Тәрбиеші балаларға спектр түстері туралы білімді ретімен кемпір қосақты бейнелеу арқылы көрсете алады. Ақ түсті қосу жолымен ашық өң алуды үйретуі тиіс. Қара мен ақтан басқа бейтарап түрден түс, қою мен ашық түсті балалар білетін болады. Олар саналы түрде әсем түрлі үйлесімін іздеп және жасау мүмкіндігін алады. Тәрбиеші балалардың естелер тобында танысқан ой өрнектері элементтерін күрделендіруі тиіс. Балалар жаңа доға, толқынды сызықтар салудың әдістерін игереді. Педагог балаларды ой өрнектерді элементтерін шаршыда, шеңберде, көп бұрышта симметриялар орналасу ережесімен таныстырады.
Балалардың балабақшада алған білімі мен шеберліктері олардың ешбір қиындықсыз сурет салуларына, қол еңбектеріне, жазуға үйренуіне және өзінің күш-жігерін топтың көпшілік жұмыстарына жұмсауына, графикалық және аппликациялық жұмыстарды жүргізуіне, қабырға газеттерін шығаруына үлкен септігін тигізеді. Балабақшада сурет салудың әр жас топтарында әртүрлі деңгейде болатындығы туралы дәрісті тыңдап өттіңіздер. Қажет жағдайда бұл дәрісті ауызша тағы да тыңдап өтулеріңізге болады. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.